Екі Корея соғысса кім жеңеді? Толық геосаяси талдау. Корей түбегі қазіргі әлемдегі ең қауіпті аймақтардың бірі. Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея арасындағы соғыс тоқтағанымен ресми бітім жоқ. Яғни соғыс қаупі әлі де бар. Ал егер екі Корея ашығысқа кіріссе, кім жеңеді? Осы сұраққа терең, жан-жақты жауап беріп көрейік. Халық саны және мобилизациялық ресурс. Оңтүстік Кореяның халқы шамамен 52 миллион адам. Солтүстік Кореяның халқы шамамен 26 миллион адам. Халық саны 2 есеге жуық айырмашылықта. Бұл соғыс жағдайында үлкен ресурс. Әсіресе технологиялық мамандар, өнеркәсіптік жұмысшылар, логистика және резерв күші тұрғысынан оңтүстік айтарлықтай басым. Солтүстікте мобилизация жүйесі күшті, халықтың көп бөлігі әскери дайындықтан өткен, бірақ жалпы демографиялық қуаты төмен. Экономика және өндірістік қуат. Оңтүстік Корея әлемнің ең дамыған экономикаларының бірі. Жалпы ішкі өнімі $1 триллион асады. Әлемдік технологиялық және өндірістік алпауыттар Samsung, Hyundai, LG осы елде. Бұл мемлекет соғыс кезінде қаруды ғана емес, барлық инфрақұрылымдық логистиканы жылдам қамтамасыз ете алады. Солтүстік Кореяның экономикасы әлсіз, санкциялар астында, өнеркәсібі ескі, ресурстары шектеулі. Зымыран, артиллерия, әскери техника өндірісі бар. Бірақ ұзаққа созылған соғысқа экономикалық қуаты жетпейді. Қорытынды. Экономика бойынша Оңтүстік Корея толық басым. Солтүстік Корея. Шамамен 1 миллионға жуық белсенді әскер, мыңдаған артиллериялық жүйе, мыңдаған танктер, бірақ көпшілігі ескі ядролық қару және баллистикалық зымырандар. Оңтүстік Корея. Заманауи танктер, авиация, әскери флот дрондар, кибер әскер, радар технологиясы. ақш пен біріккен әскери оқу-жаттығулар күшті қорғаныс индустриясы. Солтүстік саны көп, бірақ сапа мен технология тұрғысынан оңтүстік айқын басым. Әуе және теңіз үстемдігі. Әуе мен теңіз үстемдігі қазіргі соғыста шешуші рөл атқарады. Оңтүстік Корея заманауи ұшақтарға, суасты қайықтарына, әскери корабльдеріне және қуатты әуе қорғаныс жүйесіне ие. Солтүстік Кореяның авиациясы ескі кеңестік үлгілерге сүйенеді. Теңіз флоты да жеткіліксіз және техникалық деңгейі төмен. Қорытынды. Әуе теңіз артықшылығы толық оңтүстікте. Одақтастар және геосаяси Кореяның басты одақтасы Америка Құрама Штаттары. Елде америкалық әскери базалар бар, соғыс басталса, ақш тікелей қолдау көрсетеді. Сонымен қатар Жапонияда барлау және логистика тұрғысынан көмектесе алады. Солтүстік Кореяның басты саяси серіктестері Қытай мен Ресей. Бірақ олар үлкен ядролық қақтығысқа тікелей кіреді деп айта алмаймыз. Көбіне дипломатиялық саяси қолдау беруі мүмкін. Төзімділік және ұзақ соғыс факторлары. Солтүстік Корея алғашқы соққыда ауыр зардап келтіруі мүмкін. Әсіресе артиллерия арқылы Сеулды нысанаға алу ықтималдығы бар. Бірақ соғыс ұзаққа созылса, солтүстік ресурстық тұрғыдан тез шаршайды. Ал оңтүстік керісінше күшейе береді. Экономикасы жұмыс істейді, одақтастары қолдайды, технологиясы үздік. Ядролық фактор Солтүстік Кореяның ең қауіпті күші ядролық қару. Теориялық тұрғыда оны қолдануы мүмкін. Бірақ бұл жағдайда бүкіл аймақ ядролық дағдарысқа түсер еді, ал ақш қарсы жауап беріп, солтүстік толық жойылу қаупіне ұшырайды. Сондықтан ядролық соғыс ең төмен ықтималды сценарий, бірақ ең қорқыныштысы. Қорытынды. Кім жеңеді? Қысқа мерзімді шайқаста солтүстік белгілі бір деңгейде қауіп төндіруі мүмкін. Бірақ орта және ұзақ мерзімді толық соғыста Оңтүстік Кореяның жеңу мүмкіндігі әлдеқайда жоғары. Экономика, технология, одақтастар, әуе үстемдігі, әскери логистика барлығы оңтүстіктің пайдасына. Дегенмен мұндай соғыста нағыз жеңімпаз болмайды. Құрбандар саны орасан, Корея түбегі үлкен апатқа ұшырайды. Сондықтан ең дұрыс жол бейбітшілік пен дипломатия. Егер осындай тарихи аналитикалық видеолар ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, бөлісіп жіберейік. Бұл бізге жаңа мықты видеолар жасауға үлкен шабыт береді.